Достар, барлықтарыңызға сәлем. 2 күн бойы интернетте шулап жатқан, әсіресе TikTokта хит болып жатқан Алина Шакиеваның «Ұйқым келмейді» әнін гитарада ойнап үйренеміз. Мен сіздерге бірінші шумағымен бірінші шумағымен қайырмасын айтып беремін, сосын үйретіп бастаймыз. Қош бол деп айттың, тағы да бірден етеді. Сен менен кеттің, кетсем де күнде көремін. Ойлаймын көктен сүйікті жұлдызын ағып. Әлемді мынау бөлмеме кіргізіп алып. Ұйқым келмейді, махаббат маза бермейді. Ұйқым келмейді, өйткені шама сөнбейді. Ұйқым келмейді, мен сені көргеннен кейін. Сені көрмесем тағы да ұйқым келмейді. Негізі оригинал аккордтарын ойнау үшін капотастарды үшінші неге қою керек болады. Латқа, сосын жаңағыдай қазір көрсететін аккордтарды ойнаймыз. Егер де капотасты болмаса, онда мына жақта мен айтатын аккордтарды мына жерде де ойнай аласыздар. Так, бастайық. Бірінші аккорд бұл AM, екінші аккорд D, біздің үшінші аккорд E. Сосын қайырмасының бір жерінде F деген аккорд келсе, егер де бар ұстамасаңыздар, онда ойнамауға болады. Қазір мен сіздерге түсіндіремін. Так, бастайық. Мына жақта қағаз алтылық глушкамен. Кішкене былай ойнасыңдар болады, то есть былай емес. Қарапайым глушка емес, алтылық қағаз. Кішкене бірінші қағазды ұстап қала ойнасыңдар болады. Осылай. Сосын екі жоғары, глушка жоғары. То есть осылай үйреніп алсаңдар, осылай да ойнауға болады. Әрине ол шықпай жатса, онда қарапайым алтылықпен, алтылық глушкамен ойнай берсеңдер болады. Бастайық. Текстпен айтайық. Қош бол деп айттың, тағы да бірден етеді. Сен менен кеттің, кетсем де күнде көремін. Ойлаймын көктен сүйікті жұлдызын ағып. Әлемді мынау бөлмеме кіргізіп алып. Ұйқым келмейді, махаббат маза бермейді. Ұйқым келмейді, өйткені шама сөнбейді. Ұйқым келмейді, мен сені көргеннен мен мына жерде айтайын. Мына жерде, получается, егер де сіздер F тұстай алмайтын болсаңыздар, онда AM-да тұра берсеңіздер болады. То есть, мен ұйқым келмейді, мен сені көргеннен кейін. Сені көрмесем, солай істесіңдер болады. Ал егер де бар ұстай алсаңдар, онда қазір тағы көрсейін. Ұйқым келмейді, мен сені көргеннен кейін. Сені көрмесем тағы да ұйқым келмейді. Әрине, баре ұстаған кезде, жаңағыда ойнаған кезде әдемі шығады. Сол үшін баре ұстап үйренуге кеңес беремін. Достар, мінекей осылай текстпен аккордтарын мен Telegram каналға салатын боламын. Сол жерден көре алатын боласыңдар. Егер де ұйқыларың келмей жатса, гитараны алып осы әнді бір айтып жіберсеңдер, сіздер момент ұйықтап кететін боласыңдар. Барлықтарыңызға сәттілік, келесі разговорда көріскенше.